Достар, қызықты жаңалықтар десе, ішкен асын жерге қоятын Айғали Тойжамын. Маған тіркелген болсаңыз бастайық. Сонымен бүгіннен бастап бүкіл Қазақстанның барлық қалаларында және ауылдарында көшедегі ашық жатқан люкті құдықтарды көрсеңіз, жолдағы шұрық тесік үңгірді көрсеңіз, дереу 109 нөміріне қоңырау шалыңыз. Заң бойынша олар 1 сағаттың ішінде келіп ол жерді қоршау керек. Ары қарай 5 сағаттың ішінде толық ремонттап, бетін жауып, тап-таза қылып кету керек. Егер олай болмаған жағдайда оларға қомақты көлемде штраф салынады екен, достар. Екінші бір жаңалығым осы штрафқа байланысты. Бұдан былай аулада жарамсыз жүрмейтін, бұзылып тұрған көліктерді қоюға болмайды екен, достар. Ол үшін де штраф салынады. Осыны ескеріңіздер. Үшінші бір жаңалығым, мынау Шымкент қаласында бүкіл Қазақстандағы ең үлкен стадион салынуы басталды. Сыйымдылығы 55 мың адам екен. Енді олардан біз қалсамыз ба деп, алматылықтар біз стадион емес ЛРТ саламыз, алғайтестер деген сияқты. ЛРТ-ның құрылысын бастап кетіпті. 2027 жылы, келесі жылы бітеміз деп отыр екен. Төртінші бір жаңалығым, достар, енді көптен бері көрінбей кеткен Бекболат Тілеухан ағамыз елге оралыпты. Ләйім тыныштық болсын, енді келе салып, мен өзім білем, бір бәле шірбәле деп сөйлей бермеңіздер деп бетке айтып тастағаны бар екен. Не болса да бетке айтқан дұрыс қой. Бесінші бір жаңалығым, достар, енді спорт жаңалығы. Әлем чемпионатында Испания құрамасы жартылай финалға шықты. Францияны жеңіп тастады. Артынша Францияның бас бапкері болып атақты Зинедин Зидан тағайындалды, достар. Ал алтыншы соңғы бір қызықты дерек, сол чемпионаттың кезінде Бельгия құрамасының ойыншысы Джереми Доку әйелінің босануына байланысты срочно сұранып кеткенде, барғанда ұлы туыла салып қайтып келген ғой. Енді не болды десе, жаңағы әйелімен, әйелінің аты өзі қазақша екен, Шірін деген, Шірінмен ажырасып кетті. Неге үйттің десе, ДНК тестті тапсырған екен. Сөйтсе жаңағы ұлдың биологиялық әкесі бұл болмай шыққан екен. Сонымен көңіл күй болмай Бельгия құрамасы үйтіп әйтеуір әлем чемпионатынан ұшып кеткені бар, достар. Кешкі эфирде сіздерге мынау мошенниктардан, алаяқтардан қалай құтылудың жолын көрсететін боламын. Мен ақпарат атаманы Айғали Тойжамын. Маған жазылып тіркелуді ұмытпаңыздар.